Сәлем достар, бүгін өте оңай жолмен бауырсақ дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Жарты литр жылы суға 1 ас қасық қант, 2 ас қасық ашытқы және 5-6 ас қасық ұн қосып жақсылап араластырып, 15 минутқа бетін жауып қоясыздар. Мен ұнды алдын ала електен өткізіп қойғам. Толық пропорциялары видеоның астында описанияда жазылады. Он 15 минуттан кейін беті осылай көтеріліп тұру керек. Алдын ала електен өткізілген 1 килограмдай ұн керек болады. Дайындаған апарамызға 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық майонез, жарты кесе сұйық май құямыз. Кейін ұнды қою болғанша шетінен салып, вилкамен араластырып отырамыз. Кейін осындай консистенция шыққан кезде қолымызды майлап, нанды жақсылап илейміз. Қамырымыз кішкене жабысқақ болып тұру керек. Қамырды 1 сағатқа жылы жерге көтерілуге қалдырамыз. 1 сағаттан соң осылай 2 есе ұлғаяды. Қолымызға май жағып қамырды жинап, дастарханды майлап үстіне саламыз. Қамырымызды күлшелеп, 10 минутқа бетін жауып қалдырып қоямыз. 10 минут өткен соң қамырымызды қолмен тегістеп, оқтаумен тегістеп, одан оны әдемілеп кесіп дайындап аламыз. Қызып тұрған майға екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді